күнделікті ерлердің денсаулығына кері әсер ететін әдеттер. Көбіміз осы әдеттерді жасап жатырмыз, бірақ байқамаймыз. Осы әдеттердің кесірі денсаулықты құртып жатыр. Қарап отырсақ, бірінші әдет әрине бұл көп жағдайда темекі шегетін жастардың көбеюі. Үлкен кісілер болсын. Алкоголь ішімдіктің көп ішілуі. Оның барлығы біздің қан тамыр жүйеміздің, жүрек қан тамыр, ас қорыту жолдарымыздың, нерв жүйеміздің ақауына алып келіп жатыр. Сонымен қатар еркектердің де потенциясының төмендеуіне алып келеді. Қараңыздар, ішкен жеген тамағыңыз дұрыс болмайтын болса, ол да бауырдың функциясының бұзылуы, май басу, гепатоз, цирроз ауруларына алып келеді. Бүкіл гормон болсын, бүкіл ішкен жеген біздің тамақтардың бәрі, әрине бұл біздің бауыр, бүйрек органдары арқылы сыртқа шығады. Яғни бауыр қорыту, майға айналдыру, отходтарды шығару арқылы сіздің жыныс жүйеңізден зәр шығатын болса, ол зәр шығарылды. Ал енді үлкен дәретіңіз осы ішектеріңіз арқылы шығады. Ішектің ішінде жиналған микробтар, сибір синдромдардың болуының кесірі, ауыз қуысының таза болмауының кесірі, осы ас қорыту жолдарының ақауларының барлығы сіздің ішіңіздегі улануға алып келуі мүмкін. Яғни токсиндердің көбеюі арқылы құрттардың пайда болуы, жыныс жүйелерінің ақаулары, зәр шығару жүйелерінің ақаулары, нерв жүйелерінің ақаулары осы әдеттерге тікелей байланысты. Мәселен айтатын болсақ, сіз ішімдікті көп ішіп жүрген ер адамсыз. Ол сізге қандай қауіп төндіруі мүмкін? Ішесіз, бауырға барады, бір күні бауыр отказ беруі мүмкін. Сіздің ішкен жеген осы алкоголіңізді сіңірмеуі мүмкін. Сол себепті бұл бауыр ұлғаюы мүмкін. Ішіндегі гепатоцит деген клеткалардан өлуі мүмкін, азаюы мүмкін, құрылысының бұзылуы кесірінен бауыр қатая бастайды. Екінші, дұрыс тамақтанбаудың кесірі бүйректің ішіндегі тастың пайда болуы, одан кейін қабынудың пайда болуы, бүйректің де нагрузкасы, яғни күштемесі ұлғайып кетуі мүмкін. Бүйректің ішінде зәр толық шықпағаннан гидронефроз ауруларына әкелуі мүмкін. Тастың пайда болу ауруларына әкелуі мүмкін. Сонымен қатар нерв талшықтарында зақымдануы мүмкін. Әр жердегі нервтің зақымдануы бұл белдің аймағында, нерв жүйесінің аймағында әрине әкелуі мүмкін. Сонымен қатар дұрыс тамақтанбаудың осы зиянды әдеттердің кесірі мынау қанның қоюлауына әкелуі мүмкін. Қан қойылатын болса, білесіздер, олардың қабырғасында слой, яғни холестериндер көбейе бастайды. Ол холестеринді бляшка дейді, яғни бұл жерде жиналған қақтардың кесірі қан тамырдың қан жүретін каналдарын жабуы мүмкін. Яғни тарылтуы мүмкін. Тарылған тамырдан қан тез жүре ме, таза тамырдан қан тез жүре ме? Ойласақ, әрине бұл қалыңдаған тамырдан қан жүрмейді. Яғни таза тамырдан қан жүреді. Осы арқылы сіздің бойыңызда инфаркт, жүрекке қанның дұрыс болмауы, миға тамырда жарылу болмаса қанның бармауы инсульт ауруларына алып келуі мүмкін. Сол себепті көп жағдайда еркектердің өмірі қазіргі уақытта қысқарып жатыр. Неге? Өйткені осы зиянды әдеттердің жиі қолдануы. Осыған байланысты ары қарай кететін болсақ, ұйқы. Ұйқы неге маңызды? Ұйқы дұрыс болмайтын болса, біздің энергиямыздың бәрі осыған кетеді. Ішкен жеген тамақты қорытумен таң атқанша ұйқы дұрыс болмайды. Екіншіден, ұйқының бұзылысы біздің миымызға стресс. Ұйқы дұрыс болмайтын болса, тыныс алу жолдарының да ақауына әкелуі, қорылдау болуы мүмкін. Көп жағдайда мынау эстрогендердің көбеюі, тестостеронның азаюы, яғни қарнымыздың шығуы, әйел типке айналуымыз. Әрине бұл екіншіден импотенцияға келуі мүмкін. Еркектің әйел типке айналуы оның жыныс жүйесінің әсеріне алып келіп жатыр. Өйткені ол гиподинамия. Көбіміз көлікпен жүреміз, қозғалысымыз жоқ. Сол себепті көп жағдайда біз әйелдік гормондардың ағзада көбейіп кетуіне алып келеміз. Яғни қимыл қозғалыстың бұл жоқ болуы бұл әрине ағзадағы ақауларға алып келіп жатыр. Осы қарап отырсақ, режимді дұрыс сақтамайтын болсақ, дұрыс ұйықтамайтын болсақ, дұрыс тамақтанбайтын болсақ, қозғалыс дұрыс болмайтын болса, ол физикалық жүктеме болмайтын болса, стресс болатын, депрессияға түсетін болсақ, ол бүкіл заттың барлығы ағзамыздың, не только бұл нерв жүйесі, бүкіл ағзалардың ас қорыту жүйесі, зәр шығару жүйесі, бүкіл ағзалардың ақауына алып келеді. Ал енді осы ақауларды қаяқтан білуге болады? Әрине бұл жерде медициналық тексеру керек. Медициналық тексерудің неге маңыздылығы бар? Неге сіздерді поликлиника, скринингке шақырады? Неге тексерткізіп отырады? Жасыңыз ұлғайған кезде учетқа тексереді, қарайды, учетқа алады кейбір жағдайда. Неге? Өйткені біз өлім жітімнің алдын алу мақсатында. Ал енді көп жағдайда қазіргі уақытта жастар тексеріске бармайды ғой. Қазіргі уақытта тіршіліктің ауырлығы, жұмыс, уақыттың тапшылығынан көп жағдайда өміріміздің қалай өтіп кеткенін біз байқамай қаламыз.
Ал енді медициналық тексерудің неге маңыздылығы бар? Инфаркт ауруларын, инсульт ауруларын, жыныстық аурулар болсын, нерв жүйесінің аурулары болсын, ас қорыту ауруларының алдын алуға мүмкіндік бар. Сіз бір қан тапсыру арқылы, бір УЗИ-ға түсу арқылы сіздің ағзаңызда болып жатқан ақауларды алдын ала біле аласыз. Былай қарап тұрсақ, бұл бір мелочь сияқты ғой. Оған бір мән бермейміз, оны бір құнттамаймыз, уақыт бөлмейміз оған. Ал уақыт бөліп баратын болсаңыз, алдын алатын боласыз. Әрине бұның маңыздылығы өте маңызды. Мәселен, менің өз практикамда келген жігіттер, осы 28 жасқа келген бір жігіт полный чекап тапсырды. Бір 150 мың теңгесін қиып, анализдердің бәрін тапсырып шықты. Тапсырғанда шок болдық. Қарасақ, бірінші варикоцель анықталды. Екінші ауру бауырдың қызметі бұзылған, айлсты көтеріп кеткен, өт дұрыс жұмыс істемейді. Үшінші ауруы бұл жерде бүйрегі ісіп кеткен. Бүйрек неден ісіп кетті? КТ-ға жіберсек, 2 жыл бұрын тұрып қалған тас әлі тұр несебағардың бойында. Қатып қалған тас. Зәрдің жүруі дұрыс емес. Сол себепті бүйрек ісіп жатыр. Егер ол бала тағы 1-2 жыл жүретін болса, бір бүйректен айырылып қалатын еді. Әрине, тексерудің бір пайдасы бойындағы ақауды алдын алды. Сонымен қатар тағы бір бала жүрген. 1 жыл бұрын операция жасаған, одан стент катетер қойған, бір айдан кейін алып тастау керек деп айтқан, ол құнттамаған, жүре берген, 1 жылдан асқаннан кейін бұның бүйрегі зәрінен қан кетеді, сосын қабылдау көреді, сөйтіп тексереді, бір дәрі жазып беріңіз дейді. Дәрі емес, біз оны УЗИ-ға жіберсек, сөйтсек стент катетер тұр. Оны алдырмаған уақытысында. Сөйтіп УЗИ-ні анықтап, қайтадан операцияға жіберіп, сол катетерді алдырдық. Сол сияқты кездесетін жағдайлар, онкология, біреудің қалқанша безі, біреудің бүйрек үсті безінен, біреудің жұмыртқасынан, біреудің қуық безінен сияқты ақаулар анықталып жатыр. Чекаптың, яғни тексерудің маңыздылығы осы жерде маңызды. Бұл тексеру сіздің өміріңізді алдын алып қалуы мүмкін. Сіздің өміріңізді ұзартуы мүмкін. Сол себепті осы тексерудің маңыздылығы өте жоғары. Құрметті достар, тексеруді неден бастаймын, қандай кеңес аламын дейтін кісілер болатын болса, төменге нөмір қалдырып кетемін. Сол нөмірге хабарласып, тексеру өтемін деп айтсаңыз, сізге толық ақпарат беретін болады. Өміріңізді ұзарту, өміріңізді жақсарту өзіңіздің ғана қолыңызда. Сол себепті қазір дүние тіршілік деп жүріп, ертең өмірден ерте өтіп кетпеп жүрмеңіз. Сол себепті әрқашанда Алла Тағала сақтанған адам сақтаймыз. Сол себепті Алланың берген аманат денсаулығын әрқашан сақтап жүруге ағайын. Аман, сау болыңыздар.